Ертеде бір ауылда ұстаздар өмір сүріпті. Олар әр баланың жүрегіне білім шамын жаққан екен. Уақыт өтті, заман өзгерді. Бірақ сол шырақ сөнген жоқ, шырақтың жарығы ұрпақтан ұрпаққа жетіп, бүгінгі заман ұстаздарына жалғасты. Мен Дақталшын, тіл арқылы әлеммен байланыс орнатамын. Мен Айгерім, ағылшын тілі мұғалімімін. Тілді шабытпен үйретемін. Мен Жұлдыз, тіл арқылы әлеммен байланыс орнатамын. Мен Дүйсенбаева Нағима, тарих пәнінің мұғалімімін. Өткенді білу, болашаққа бағдар. Мен Батырова Аймангүл, мат сынып мұғалімімін. Әр баланың бойынан болашақ көремін. Мен Майрагүл, әр әріптен арман өремін. Мен Айдана, мектепалды даярлық сынып пәнінің мұғалімімін. Мен Клара, кішкентай жүректерге үлкен үміт себемін. Мен Айымгүл, дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Салауатты өмір, мықты елдің кепілі. Мен Несібелі, әр баланың бойынан болашақ көремін. Мен Алмагүл, бастауыш сыныбының мұғалімімін. Уақытпен үндескен, ұрпақпен бірлескен замана ұстаз біз. Білім шамын жаққан ұстаздар ешқашан сөнбейді. Себебі олар болашақтың шамы, олар замана ұстазы. Сен танитын әрбір баланың ішінде сен танымайтын тағы бір бала болады. Оны тану үшін баланың ішкі әлеміне бойлай еніп, онымен бірге рухани сапарға шық дейінмен оны тыңдап, тану. Сонда ғана мүмкін болмақ. Бүгінгі жаңарған дәуірде 21 ғасырдың замана ұстазы ғана асқан шеберлікпен, ептілікпен баланың биік шыңға жетуіне жәрдемдеседі.